Ассалаумағалейкум. 22 жыл 20 ақпан. Қазір рет-ретмен жылқыға қарап қой түсіріп беремін. Соңына дейін көріңіздер. Бүгінгі видео ерекше болады. Кішкене анализ жасауға тырысамын. Давайте соңына дейін көріңіздер. Және де кім бірге жұмыс істеймін десеңіздер, ақша салам десеңіздер, жекеге шығыңыздар, тек қана WhatsApp звондамаңыз. Жабағылардан бастайық. Мыналарға 200 мыңнан сұрап жатыр. Болмайтын баға. Үлкендеу жабағылар 280 мыңнан дейді. Мына жерендер. Қара құлын 200 мың дейді. Саудасы бар. Ана үлкен қараны 280 мың дейді тоже. Мына екі тай 210 мыңнан сатылды. Полторашка дейді, бірақ кішкентай. В общем, 125 мыңнан сұрады. Алатын адам 280 берді. 110 мыңнан сатам дейді. Кішкентай бәрі. Жіңішке. Мына екі қара жабаға 230 мыңнан сұрап жатыр. Бағаналармен салыстырыңыз. Бұлар худой, арзан деген жіңішке және де арық. Бағана 210 мыңнан сатылған, салыстырыңыз. Мін көрінеді қандай жуан. Мына үшеуін 220-дан ал дейді. Ұрғаш. Бойлары бар, бірақ тоже жіңішкелеу. Тағы бір жақсы вариант, үш еркек жабағы 180-ден берем дейді. Мінкі сапасына қарай 160-тан ал дейді. Тоже еркектер, бірақ жіңішкелеу. Арқыш. Мына көк тай 280 мыңға алынды дейді. Ұзын қараңыз қандай. Мына екі жабағы 170 мыңнан өліктер. Настроениелер жоқ. В общем, кішкене обзор және қазір анализ болады. Тай жабағы. Давайте көріңіздер соңына дейін. В общем, мына еркектер 7 бас. 165 мың берді. 170-ке сатам деді сатушы. Бұл енді конкретный вариант. Қараңыз қандай жуан. Салмаға даланың малға, короче. Негізі менің ойым мынандай жабағылар 200 мыңға алуға болмайды, пайда жоқ. Например, қазір аласыздар 200 мыңнан, август-сентябрьге дейін 230 мың болады сізге. Уже көк шықты, жайлым айына 5 мың дейікші. Ол то же самое 250 мыңға аласыз август. Какая разница, 170 болса, 165 нормально. Вот. Сөздің түйіні, в общем, бұлар августте кірсе, 3-4 ай тұрса, 230 теңге себестоимость. 100 мың жем саласыз, 330 мың әр басқа себестоимостіңіз болады. Сонда 450 мың, 500 мыңға дейін барады етпенен. Вот экономика сондай. Примерно 200 шығаратын ана шекқармен. Полторашка 430 мың сұрап отыр. Ой, 400 где-то. Например, міне полторашка, да? Анализ кішкене. Бұған 300 мың сұрап тұр, 280 мыңға сатылса. Бұған 100 мың саласыз жем. И толку жоқ. 430 мың деп тұрасыз базарға келіп. Ешқандай толку жоқ деп ойлаймын өзім. Қазір полторашканың бағасы примерно 230, сонда 240. Сондай баға алуға болады. Мынаған не дейсіз енді? Арық, құнан дейді. Құнан дөнендерді вообще талдауға желание жоқ. 460 мың сұрап отыр. Ешқандай экономика шықпайды. Міне тоже типа полторашка 280 мыңнан болатын жер дейді. 260 мыңнан берді. Бағана сатылмады. 5-6 жасар айғыр сатылды 150 мыңға. В общем, білмеймін бұны. 500 мың шығарады етпен 200 килограмм. Бірақ оған қанша тұғу керек, апарық, больной сияқты. Енді биелер түсірем. Мына бергі тұрған байтал, тумаған, буаз 4 жасар дейді. 500 мың сұрады. 450 мыңға алуға болады негізі. Тудырғызып 600 мыңға сатуға болады бұны. Көктемде. Бірақ бұл кеш буаз сияқты. Мына қасқа бие 9 жасар, 450 мың сұрап отыр, арық. Бұны байласаң бір 650 мың шығады, бірақ 3 айдан кейін. Особо выгода жоқ. Мына байтал просто кеш буаз болғандықтан жем шөбіне ақша көп кетіп қалады. 200 мыңға алынды мынау.
кішкене баға түсті өткен аптадан. 700 мың тұрған, қазір 650 мың тұр. Жас биелер буаз. Егес жоқ қасында. Негізі бұлар тудырып сатсаң бір 700 как минимум болады. Былтыр баға қымбат болды. Қараңыз, бұлар точно буаз енді. Қарындар тұр. Қарабұлақта 8 мың болатын жер енді. 9 жасар үлкен бие сауылған дейді. Марттың аяғында туатқы енді қарны шығып тұр. 680 мың сұрап тұр. 550 мыңға алуға болар еді. 700-ге сатуға болатын еді деп ойлаймын, тудырғызып. 6 жасар семіз ат екен. 700 мың болар дейді, бойы бар, 155 дейді. 2 ай мінілмеген дейді. Әдем бай, дене бітімі. Ақжал бие буаз дейді, точно. Кішкентай ғана шақан бие, шаруама. Сауда қылып 480-ге береді, 470-ге. Енді білмеймін бұның экономикасын қалай. Өзіңізге қалдыруға алмайтын ем өзіме, мына бие кішкентай. Сатуға, туғызып сатқанға білмеймін, 550-ге сатылатын шығар. Көктемде. Еще тағы бір вопрос. Буаз бие алам деп қысыр бие алып жүрмеңіздер. Примерно осындай болу керек, қарын шыққан. Құлының өзінің демі болады, андай движениесі тебет. Мына биеге 600 мың сұрап тұр, қымбат деп ойлаймын өзім. Жас сияқты. Лучше чуть-чуть переплатить ана қарнына, чем сатушыға сенбеңіздер деген ма. Мен ұрынға мұндайға. Биелердің бәрін түсірдім, в общем, последний құлынды бие кеш туған дейді. Қазір қысыр 560 мың сұрап отыр. Вроде кәрі емес, бірақ өте арық. Құлыны оң жағында тұрған. Енді айғыр аттар түсірем. Сол жағында тұрған 420 мыңға кетті. 5-ті пішілмегендер. Үшеуінен 400 мыңнан сұрап отыр. Сол 170-180-ге сатады. Мынандай 5-ті простой айғыр бар екен, бойы 150 примерно. 600 мың сұрап жатыр. Тонкий лов, слабый лов. Уже более-менее мынау. Жерен 600 мың дейді, 7 жасар айғыр, бір көзі көрмейді екен. Бұлай денесі нормальный, ұнап тұрмаған. Мінгі жуыз. Өткен аптадағы тяжелоз 1,5 миллион. Вроде бы 5 жасар. Тұр әлі, сатылмай. Бағасы қымбаттау сияқты. Бірақ семіз, цветомузыка көрінсе. 850 мың теңге айғыр. Жақсы айғыр сияқты. 6 жасар, 800 мың бойы бар. Бойы 165-тей. Артынан көрініс мінки. Мынандай 6 жасар айғыр миллион сұрап жатыр. Көрдіңіз, мына кісінің бойы примерно 165-170-ға. Құнан дейді, 2 жасар. Англичанин. Күнге жарқырап тұр, көрдіңіз, мойын жімшілішке жүгіреді мал. 1 миллион сұрап жатыр. Мен неге номерларды алмайым десеңіз, көбінесе сатып кетеді бұл малдар. Номерді алмайым көбінесе. Кішкентай балаға жарасып тұр, қараңыз. 8 жасарлар, екеуде миллион, мынау ақ, 1 200 000 дейді. Бойы бар екен. Көктемге 3 жасар дейді, 700 мың. Етке, бірақ етке емес, бұлай да алуға болама болмайма жіңішкелеу бірақ. 4 жасар айғыр дейді, 700 мың теңге, примерно 160 бойы. Мына көк аты 800 мың деді, 7 жасар. Мынаның түсі қызық екені, 700 мың сұрап отыр, 7 жасар. Маған 1 300 000 дейді. 1 300 000, бұл 6 жасар деді. Если не ошибаюсь, 6-7 жасар деді. Көк аттар көп екен. Мына көк атты 900 мың деді, 7 жасар. Мына апачи зор екен, жуан. 900 мың деді, 6-7 жасар.
Андай семіз айғыр бар екен, 9 жасар, 9.000 теңге деді. Бойы биік бірақ, әдемі. 3 миллион дейді, 11 жасар айғыр, красный паспорт, таза қан. Мощный. Тай порода, 1 миллион. $750 семіз. Осымен айғырларды бітіремін. 505 мың болды мына дөнен. Еті жақсы, бірақ алдыңғы аяғы ұрылған сияқты маған, білмеймін бірақ точнысын. Бір зор бейі бар екен, қараңыз. 770 мың дейді. Бой биік 170 примерно. 7 жасар, бірақ боğaz емес точно. Тоқтатқан жоқпын дейді. $270 мінекей ангустар дейді. Көктемге 1 жасарлар. Жуан жақсы негізі. Бағасына келіссең. Мыналар да 270-тен, бұлар ақбастар, тоже 1 жасарлар. Көктемге яқта 19 бас, ана қора 20 бас. Марқакөл дейді. $270-тен бұқалар дейді. 2 жасар бұқа толық. 750 мың сұрап жатыр. Бұзаулы сиыр 400 мың дейді. 220-дан дейді мыналар. Саудасы бар, 4 бұқа. Жас арықтау сиыр 250 мың болатын жері. 2 тана 240 мыңнан. 2 бұқа, тоже сондай денелер, тоже 240 мыңнан. Семіз ұзын сиыр 550 мыңға берем дейді. 300 килограмм таза ет береді дейді. Енді білмеймін, вряд ли. Көк бұқа 320 мың сұрап жатыр, саудасы бар. Бұзаулы сиыр 240 мың сұрап жатыр, 220-ға алайын деп жатыр кісілер. Негіз мынандай да бизнес болады. Үшім сиырды бордаққа тығас, ана бұзауды. Бұзау тегін қалады. Бір 6 айыңыз кетеді, зато тоже как вариант. Осындай арзан сиырлар жиналады бізде Шымкентте. Сиырды бордаққа тығады, бұзау өзіңізде алады тегін. Ол да өседі уақытылы. Ұрғашы бұзауды 70 мыңға алды. Арғарай сатып отыр. Бергі бұзау еркек 110, арқысы 160, ананда көктен ары тұрғандар тоже 160. Қысыр сиыр ала 330 мың дейді. 2 құнажын 220-дан сұраптар, саудасы бар. 160-тан берем деді. Ірі қарадан особо информациям жоқ, бірақ, например, мынандайларды алсам, 130-дан сұрап отыр, 110-нан берсе да, еркектер бәрі 6 айға тауға жіберсеңіз 5 мыңнан айына. Әнше сол 140 мыңға айналады. 150 мың дейікші. Оны бордаққа ат қорымға кіргізсеңіз, тоже бір 100 мың, 150 мың тағайық дейікші. Общий 300 мың себестоимость. Сонда ақсы 1,5 жасар нелер болады, дайын 1 жылдан кейін. Бұқаларыңыз қолыңызда болады 1,5. Олар примерно 200-ден 300 килограммға дейін берсе, 2000 теңгеден тоже пайдасы қалады ғой енді. Есептеу керек. Бірақ мен бәрібір ойлаймын, порода алу керек, андай ақбастарды. Хотя бы шатыс болса, 200 мыңнан, 160 мыңнан. Вот. Биыл ұстап көрейін деп жатыр тоже бұқаларды. Жіңішкелеу екен, 170-тен сұрап жатыр. Алаға 330 мың сұрап жатыр. Дәл бұқаға 520 мың сұрап жатыр. 2 жасар. Ақбас. Наларға өшім 330 мыңнан сұрап жатыр. Бағана 130 мыңнан сұрап жатқандар 6-7 айдан кейін осындай болып қалады. Таудың арендасы 5 мың ғой, қарап берген айына. Еркек бұзау 160-қа сатылды дейді. Мынандай бұқаларға, алыптарға 70 мыңнан сұрап жатыр. Бір машинада талайық.
мынандайларды бірақ алмау керек. Қараңыз, порода нашар, өте нашар. Мал таңдағанда артынан көру керек, алдынан басын, тұяғын, жуандылығын бәрін қарау керек қой. Мына ешкі мүйізділер 125 мыңға сұрады. Қазір қойды түсіремін де бітіремін, соңына дейін көріңіздер. Қозылы қой 65 мыңнан сұрап жатыр, 60 мыңға сұрап жатыр алатын адамдар. Саудасы бар. Қозыларға 30 мыңнан сұрап жатыр. Жүз 20 мың дейді ана қошқарды. 42 мыңнан дейді, 42 мыңнан. Қозылар 24 мыңнан дейді. Кішірек тоқтылар 35-тен бергі тұрған 55 е, бұны? 55 бергі тұрған, 70. Екеуіш тәтесі де ме? 70 и 60 мың дейді. Саулықтар. Бәрі орғаш. Қошқарлар 150 мыңнан дейді. Аткорм қойлар 48 мыңнан берем деді шен алсаң. Күн ыңғайсыз болып тұр, 30 мыңнан кетті дейді. Қора. Что-то қымбат сияқты. Сабан 900 теңгеден дейді. Достар, кішкене түсті баға шөпке. Шөп 1500 дейді, жоңышқа 1800. Шөп деген тоғылы енді, қараңыздар. Бүкіл жақ камаз-памаз-фамаздар. Осымен видеоны аяқтаймын. Подсос бұқалар, жабағылар және де полторашка тайлар сататындар оптым. Жекеге шығыңыздар WhatsApp-қа. Бірге жұмыс істейтін ақша салам деген кісілер тоже шығыңыздар WhatsApp-қа. Уже биыл 3-ші жыл, давайте кәдімгідей нормально жұмыс істеп істейік. Оптым сатып, оптым алып, кәдімгідей ақша ұстап, бай болып, давайте. Рахмет, көрген үшін сау болыңыздар.